Что вот ты поход жауап беріп, мен жауап беремін саған. Бастың бақына кірсін. Алита. Біз естіп тұрық па? Естіп тұрсыңдар, я УПФ-да Сабина кірсін. Хорошо. Департаменттен Алкеева Айсауле. Зат ұстайтын заты жоқ қасында. Осымен адамдар түсірейін ба сол кезде? Участниктер түсіріп, сөйлеген адам Нан түсіресің. алып кетем ба сөзін? Хорошо. Қатыспайсыздар ма? Мәдениет үйінің қызметкерлері. Олар бөлек мемлекет қой. неге осылмайды? Департаменттен адам кіру керек қой, экологиядан кіру керек, облыстан. А? Қатысты ма? Сабина бар ма? Лұқсат па бастауға? Біз бастай берейік па? Қазір Сабина кірсін. Консерватор жұмысқа барып Алдында сөйтіп шақырдым. Ала жаққа отырып, слайдты ауыстырып отырасыз. Сәл жастық қойсаң болады шығар, Иә да ыңғайланып. Күләш апай, қызметкерлер қатысқаны жақсы еді, достары. Барлығына мүмкіндік болса. Келесі слайдты өзі айтып отырасың, да? Сіз ондай не білдіңіз? Маған ешкім ауыстыра бермейді ма? Кімді? Кірді дейді ғой. Нұржік. Ескерту міндетті болу керек па? Иә. Саламатсыз ба? Регламентті айтасыз. Бастай берейік па? Бастай беріңіздер. Бастай беріңдер. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдаушы, қатысушылар. Өзімді таныстырып өтейін. Төраға ретінде, қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде Салтанат Қолғанатқызы. Бүгін біз экологиялық кодекстің 73-ші бабын орындау мақсатында Арыстан кен орнын игеру жобасының нөмірі 1-ші толықтыруға 1 мамыр жағдайы бойынша қоршаған ортаға ықтимал әсері туралы есеп жобасы бойынша қоғамдық тыңдауларға жиналып отырмыз. Қоғамдық тыңдаулар қоғамдық тыңдауды өткізу қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Бұл жерде қатшыны сайлап алуымыз керек. Ильясов Нұржігіт, экологиялық бөлім басшысы, ұсынамыз. Қарсылық жоқ қой. Әрі қарай қоғамдық тыңдауды өткізу регламентін бекітеміз. Баяндамашыға сөз 15 минутқа беріледі. Баяндамадан кейін талқылау 5 минут, ұзақтығы әрбір нақты жағдайда белгіленеді. Қоғамдық тыңдаудың қатысушылардың барлық ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Өз кезегінде баяндамашылар қоғамдық тыңдаудың қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Баяндамадан кейін ескереміз. Баяндаманы бөлмейміз, бәрі оқылып болғаннан кейін. Қоғамдық тыңдауды өткізу процесінде оған қатысып отырған кез келген тұлға белгіленген регламентке сәйкес өз ескертулері мен ұсыныстарын білдіреді. Барлық ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулар хаттамасына енгізілетін болады. Ескерту мен ұсыныстардың мәнін білдірмейтін немесе қоғамдық тыңдаудың нысанына қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың нысанына қатысы жоқ белгісімен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесіне енгізіледі. Қоғамдық тыңдаудың баяндамашысы Әлдешева Дана, Оптимум жауапкершілік шектеулі жобалық институтының жүргізуші маманы.
Söz sizge beriledi. Алдарыңызға Арыстан кен орнының жаңағы игеру жобасы ұсынылады. Алғашқы слайдта жоспарланған қызметті жүзеге асырудың болжамды орнының сипаттамасы көрсетілген. Зерттеу нысаны Арыстан кен орнының игеру жүйесі болып табылады. Арыстан кен орны Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданында Үстірт қыратының солтүстік батыс бөлігінде орналасқан. Ең жақын елді мекен Сайөтес ауылы. Учаскеге салыстырмалы түрде жақын орналасқан. Ақтау қаласы ең жақын ірі елді мекен ретінде оңтүстік батысқа қарай 300 км жерде орналасқан. Қоршаған ортаның жай-күйін және жерді пайдалану туралы ақпарат. Қызмет жүзеге асырылатын аумақ аз қоныстанған, сортаң жазықты жерлерде орналасқан, тұрақты су айдындары жоқ, климаты күрт континенталды, жазы ыстық, қысы суық, шаңды дауылдармен сипатталады. Топырақтың қату тереңдігі 1 метрге дейін жетеді. Аудан сейсмикалық белсендігі төмен аймақтарға жатады. Өсімдік және жануарлар дүниесі шөлейт және шөл жағдайларына сәйкес келеді. Жобаланатын аумақта рекреациялық мақсаттағы нысандар, яғни курорттар, демалыс аймақтар, туристік базалар және тағысылар орналаспаған. Нақтыланған қызмет түрін жүзеге асыру жоспарланған жер учаскесі Кенсары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Арыстан кен орнындағы келімшарттық аймағында орналасқан, ауданы 50-178 км квадрат және көмірсутек шикізатын өндіруге пайдаланылады. Координаттары көрсетілген. Учаске келесі бұрыш нүктелерінде орналасқан. Келесі бұл слайдта ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, яғни Маңғыстау облысындағы көрсетілген және Арыстан кен орнынан ары қашықтығы көрсетілген. Айта кеткенде, солтүстік Каспий мемлекеттік қорықтың аймағы 61-19 км ары қашықтықта орналасқан. Одан кейін Ақтау Бозашы мемлекеттік зоологиялық қорығы 189-04 км ары қашықтықта орналасқан. Келесі слайдта Үстірт мемлекеттік қорығы 146 км ары қашықтықта орналасқан. Кендірлі Қаян-Сайқой аймағы 156-43 км ары қашықтықта орналасқан. 5-ші слайд. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті нысандардың көрсеткіштері туралы ақпарат. Нысан Арыстан кен орнын игеру жүйесі, мақсатты ұтымды игеру сызбасын негіздеу, жоба қамтиды кен орнын геологиялық сипаттау, қабат сұйықтарының қасиеттері, мұнай және газ қоры жөніндегі деректер, өндірістік және гидродинамикалық зерттеулердің талдауы, игеру нысандарын таңдау және игерудің түрі нұсқаларын есептеу. Техникалық экономикалық көрсеткіштерді ескере отырып, ең тиімді нұсқа таңдалды. Сіздерге көрмейтін болса, слайдтар атып берейік та, қазір бір минут. Уақыт жазуы көрінбей отырсын. Қарастырылған игеру нұсқалары бірінші нұсқа 3100 метрдік тереңдікте 9 пайдалану ұңғымасын бұрғылау шектеулі көлем. Екінші ұсынылатын нұсқа 2025-2027 жылдар аралығындағы 3100 тереңдікте 30 пайдалану ұңғымасын бұрғылау табылады. Таңдалған екінші нұсқаның артықшылықтары: бір ұңғымаға шаққандағы ең жоғары алынатын мұнай қоры, үздік экономикалық көрсеткіштер, геологиялық жағдайлар мен қолданыстағы инфрақұрылымды ескере отырып, ұңғымалардың оңтайлы орналасуы. Іске асыру кестесі: 2025 жылы оң ұңғыманы бұрғылау, 2026 жылы оң ұңғыманы бұрғылау, 2027 жылы оң ұңғыманы бұрғылау. Кен орнының осы жоспар бойынша игеру кезінде уақытша ғимараттар мен құрылыстар салу қарастырылмаған. Келесі слайдта. Қоршаған ортаға күтілетін ластаушы заттар шығарындыларының түрлері, сипаттамалары және саны туралы ақпарат. Негізгі ластаушы заттар: есептеулер бойынша атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларына келесі заттар кіреді: көмірсутектердің жабдықтарының шығуы, дизель отының жануы, дизель генераторлар, бұрғылау қондырғылары, құрылыс және бұрғылау техникасының жұмысы, яғни бульдозер, экскаваторлар, дәнекерлеу және тағы басқа. Ластаушы заттардың көздері: көмірсутек оксиді, азот оксидтері, күйе, шаң, көмірсутектер.
Атмосфералық ауаға әсерін бағалау. Әсер ауқымы жергілікті 100 км²-қа дейін, уақыттық ауқымы тұрақты, интенсивтілігі әлсіз қайтымды өзгерістермен жалпы әсерді бағалау 24 балл, яғни орташа маңыздағы әсер. Келесі слайдта. Қоршаған ортаға күтілетін ластаушы заттар шығарындыларының түрлері, сипаттамалары және сан туралы ақпарат. Құрылыс жұмыстарының әртүрлі нұсқалары үшін ластаушы заттардың болжамды жиынтық шығарындысы ұқсас жобалардың деректерге негізге қабылданған. Шығарындылардың болжамды көлемі құрылыс және бұрғылау кезінде бір ұңғымадан 27,57 тонна бір жылда, бірінші нұсқада 9 ұңғыма қазылады, яғни 248 тонна жылына ұшады. Екінші нұсқада 30 ұңғыма ұсынылған 826,96 тонна жылына ұшады. Жұмыс кезінде бірінші нұсқа 25 жылы 123 ұңғыма жұмыс жасап тұрады, яғни 111,2 тонна жылына ұшады. Екінші нұсқа бойынша 2027 жылы 133 ұңғыма жұмыс жасап тұрады, одан 123,7 тонна жылына ұшады. Ластаушы заттардың таралуын есептеу екінші нұсқа максималды шығарындылар бойынша жүргізілді. Шекті рұқсат етілген шығарындылар стандарттарынан асып кетуі күтілмейді. Шығарындылардың нақты мәндері кен орнын игеру параметрлері бекітілген кейіннен ШРК, яғни НДВ жобасында әзірлеу барысында нақтыланады. Келесі слайдта су тұтыну және су шығару. Кен орнындағы сумен жабдықтау көздері. Ішуге жарамды су бейнеу станциясынан автоцистерналармен жеткізіледі және келісімшарт бойынша бөтелкедегі су ретінде қамтамасыз етіледі. Техникалық су Астрахань-Маңғыстау магистралы құбыры арқылы жеткізіледі. Магистральный водовод ЖШС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Есептеме бойынша құрылыс кезінде су тұтыну және су шығару бірінші нұсқа бойынша, яғни 9 ұңғыма құрылыс саны, онда 5843 метр куб су тұтынылады және дәл сондай су шығарылады. Өндірістік су тұтыну 1898 метр куб су тұтынылады және 1837,35 метр куб су шығарылатын болады. Екінші нұсқа бойынша 30 ұңғыма қазылады, яғни ол кезде 19476,9 метр куб тұрмыстық су ауызсу тұтынылады, шығарылатын су дәл сондай. Өндірістік су тұтыну кезінде 6326,7 метр куб су тұтынылады, шығарылатын су саны 6124,5. Келесі слайд. Жер үсті және жер асты суларына әсері. Гидрогеологиялық жағдай. Кен орнының аумағында тұрақты жер үсті ағындары мен су айдындары жоқ. Ауыз сумен жабдықтау көздері анықталған жоқ. Сумен жабдықтау жер асты көздерінің есебінен жүзеге асырылады. Учаскедегі негізгі сулы горизонтта ашық тұзды минералданған сулар бар. Олар шаруашылық ауыз суға жарамсыз. Су ресурстарына әсері. Жобалық шешімдерді қатаң сақтау және табиғатты қорғау шараларын орындау шартымен шамалы деп бағаланады. Жер асты суларының ластануын болдырмау үшін ұңғымалардың сағаналарын герметизациялауды, оларды жай түйін тұрақты бақылауды, ластаушы заттардың сулы горизонттарға сүзілуін болдырмауды қоса алғанда техникалық шаралар көзделген. Геологиялық ортаға әсері өндірістік инфрақұрылымды бұрғылау және төсеу аймақтарымен шектеледі. Әсер ету сипаты жергілікті және қайтымды. Геологиялық бөлімнің құрылымының бұзу және жер асты суларының ластану қаупі жобаның конструктивті және технологиялық шешімдері, соның ішінде бұрғылаудың заманауи әдістерін және сенімді сүзгіге қарсы оқшаулауды қолдану арқылы азайтылады. Келесі слайд. Жер жамылғысына әсері. Әсердің негізгі түрлері. Жергілікті және уақытша бұрғылаумен ұңғымаларды және жол құрылысы мен көлік техникасы қозғалысымен байланысты. Ластаудың ықтимал көздері ұңғымаларды сынау және пайдалану кезіндегі мұнай және онымен байланысты судың ағуы. Жоғарғы горизонттарға ағынды сулардың түсуі. Атмосфералық жауын-шашынмен ластаушы заттардың енуі. Төтенше төгулер мен қабат аралық ағындар. Қалдықтарды сақтау және орналастыру. Қолданылатын қоршаған ортаға қорғау шаралары. Шұңқырсыз, яғни безамбарный бұрғылау технологиясын қолдану. Лицензиясы бар ұйымның сарқынды суларды жинау және шығару. Бұрғылау ертінділерін тазалау және қайта пайдалану. Интегралды әсерді бағалау. Топыраққа әсері орташа мәнділікпен 24 балл. Яғни орташа мәнділікпен есептелінеді. 11-ші слайд.
Топырақ жамылғысы мен өсімдіктерге әсері. Әсердің негізгі түрлері бұрғылау және құрылыс жұмыстары кезінде топырақтың бұзылуы, көлік техникасының қозғалысынан туындайтын шаңдануы, атмосфералық шығарындылар мен жауын шашынның түсуі, сарқынды сулар мен мұнай өнімдерінің ластануы. Ластанудың ықтимал көздері: мұнай мен ілеспе судың ағуы, апаттық төгулер мен қабат аралық сұйықтардың өтуі, ұңғымалардың тығыздығының бұзылуы, қатты және сұйық қалдықтарды сақтау. Қолданылатын қоршаған ортаны қорғау шаралары: ол шұңқырсыз, яғни безамбарный бұрғылау технологиясын қолдану, сарқынды суларды жинау және арнайы үймен шығару, ұңғымалардың техникалық жай-күйін бақылау жүргізу, интегралды бағалау, тоже 24 балл орташа әсерді көрсетеді. Қоршаған орта өз-өзін қалпына келтіру қабілетін сақтайды. Келесі слайдта әлеуметтік, экономикалық және санитарлық эпидемиологиялық жағдайды көрсетеді. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайда әсері: жобаны жүзеге асыру өңіріндегі санитарлық жағдайға кері әсерін тигізбейді. Жобаға тартылған барлық жұмысшылар жұмысқа кіріспес бұрын міндетті егу мен медициналық тексеруден өтеді. Сондай-ақ санитарлық нормалар мен қауіпсіздік техникасы бойынша тұрақты оқудан өтеді. Жергілікті жұмыс күшін тарту: жергілікті еңбек ресурстары тартылады деп күтілуде. Бұл жұқпалы аурулардың таралу қаупін азайтуға және өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал етеді. Жергілікті жұмысшылар медициналық қызметке қол жеткізеді және қажетті жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етіледі. Санитарлық қызмет көрсету шаралары: санитарлық гигиеналық жағдайды қамтамасыз етуге бағытталған барлық қажетті шаралар қабылданады. Соның ішінде жұмыс орындарын жеке гигиена құралдарымен қамтамасыз ету, жергілікті жерде тұрақты медициналық қызмет ұйымдастыру, жұмыс кезеңінің барлық уақытында санитарлық нормалар және стандарттарды сақтау. Келесі слайдта қоршаған ортаға физикалық әсерлер көрсетілген. Мүмкін болатын әсерлер: шаңдану, тұрақты ылғалдандыру және механикалық тазаландыру арқылы бақыланады. Шу: құрылыс және бұрғылау техникасынан, дизельдік қозғалтқыштардан, компрессорлардан және соғылардан шығады. Шу деңгейі санитарлық қорғау аймағының шекарасында рұқсат етілген мәндерден аспайды. Діріл, яғни вибрация: бұрғылау, дәнекерлеу және техниканың қозғалысы кезінде туындайтын қысқа мерзімді жергілікті тербелістер стандартты көрсеткіштер шегінде болады. Жарықтандыру: алаңдағы жасанды жарықтандыру аумақ шегінен тыс, шамадан тыс жарықтық жүктемен туындатпайды. Әсерді азайту шаралары: жабдықтарды жүйелі түрде жөндеу, персонал үшін жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, шулы заттар санитарлық қорғау аумағының шекарасын алыс орнату, рұқсат етілген экспозиция деңгейлерін ескеретін жұмыс режимін ұйымдастыру, стандарттарға сәйкестік. Жобалық физикалық әсерлер Қазақстан Республикасының стандарттарынан аспайды. Шу, діріл, жарықтандыру, шаң. Барлық шараларды, фонды концентрацияларды және санитарлық қорғау аймағын ескере отырып есептеледі. Әсерлер уақытша және жергілікті сипатқа ие және халықтың денсаулығына немесе қоршаған ортаға айтарлықтай әсерін тигізбейді. Келесі слайдта радиациялық, жылу және электромагниттік әсерлер көрсетілген. Радиациялық әсер: жобада иондаушы сәулелену көздері бар жабдық пайдаланылмайды. Кен орны аумағында радиациялық фон табиғи құндылықтарға сәйкес келеді және санитарлық нормалардан аспайды. Қажет болған жағдайда өндірістік бақылау шеңберінде жабдықтар мен уақытша қалдықтарды сақтау алаңдарына радиациялық және дозиметриялық зерттеулер жүргізуге болады. Жылулық және электромагниттік әсер: жобаланған объектілер мен технологиялық процестер маңызды жылулық немесе электромагниттік сәулелену көздері болып табылмайды. Барлық жабдықтар өндірістік, экологиялық және санитарлық қауіпсіздік талаптарына толық сәйкес келеді. Келесі 15 слайдта қалдықтардың болжамды мөлшерлері мен түрлері көрсетілген. Арыстан кен орнын игеру барысында әртүрлі қалдық түрлері түзілетін болады. Олардың қатарына мыналар жатады: өндірістік қалдықтар, соның ішінде бұрғылау қалдығы, буровой шлам, пайдаланған бұрғылау ертіндісі, маймен ластанған шүберек, пайдаланған майлар, пайдаланған қаптама, металл сынықтары, электрод ұштары, пайдаланған аккумуляторлар. Коммуналдық қалдықтар, олар тамақ және тұрмыстық қалдықтар, пайдаланған люминесцентті шамдар, автокөлік шиналары. Бұрғылау жұмыстарының үш нұсқасы бойынша қалдықтар бағалануы:
мына кестеде көрсетілген бір ұңғымадан барлығы 762,73 тонна жылына шығады. 9 ұңғымадан 6864,62 тонна жылына шығады. 30 ұңғымадан 22,882 тонна жылына шығады. Және бұның барлығы, бұл қалдықтардың барлығы арнайы жасақталған, договорға отырылған мекемелермен шығарылады. 6 айдан артық сақталынбайды. Қалдықтарды басқару шаралары. Барлық қалдықтар түрлері бойынша сұрапталып, таңбаланған контейнерлерге салынады. Уақытша сақтау. Қалдықтар арнайы жабдықталған алаңдарда уақытша сақталады. Бірақ сақталу мерзімі 6 айдан аспауы керек. Экологиялық кодекстің 320 бабына сәйкес. Қалдықтарды беру. Қалдықтар жинақталған сайын олар арнайы лицензиясы бар ұйымдарға келісімшарттар негізінде тапсырылады. Қалдықтарды есепке алу. Қалдықтарды қабылдау, тапсыру актілері рәсімделеді, ал қалдықтардың пайда болуы және орналастыру туралы деректер есепке алу базасына енгізіледі. Қазіргі жағдайда полигон болған Арыстан кен орнында, бірақ ол қазір пайдаланылмайды, жабылған. Қалдықтарды тасымалдау. Барлық қалдықтар арнайы лицензиясы бар ұйымдарға арнайы көлікпен шығару тасымалданады. Экологиялық қауіпсіздік. Минималды әсер. Заңнамалық талаптарға сәйкес әрекет етсе, қоршаған ортаға әсер минималды болады. Ластаушы заттардың шығарылуы мен тасымалдаудың тізіліміне енгізу жататын қалдықтар процесте түзілмейді. Нормаларға сәйкестік. Жоба толықтай Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 320 бабына сәйкес келеді. Онда қалдықтарды сақтау мерзімі 6 айдан аспауы керек деп көрсетілген. Келесі слайдта қоршаған ортаға ықтимал әсерлерді бағалау. Негізгі тәуекелдер. Ұңғымаларды, құбырлардағы және резервуарлардағы апаттардан мұнайдың төгілуі немесе газдың шығындылары. Автокөлік құралдары және арнайы техниканың қатысуымен болатын апаттар, төңкерулер, жанармай ағуы, топырақтың және уақытша жер үсті суларының мұнай өнімдерінің ластануы, әсіресе құрғақ және желді ауа райында жанармайдың ағуынан болатын өрттер. Ықтимал салдары. Ұзақ мерзімді мелиоративтік шараларды қажет ететін топырақ пен экожүйелердің ластануы, инженерлік жүйелердің бірнеше рет істен шығуына байланысты жер асты суларының ықтимал ластануы, ауа сапасының қысқа мерзімді нашарлауы, өрт қаупінің жоғарылауы және арнайы жабдықсыз қиын сөндіру. Тәуекелдерді азайту шаралары. Тәуекелдерді азайту және жылдам әрекет ету үшін жергілікті оқиғадан негізгіге дейін ықтимал оқиғалардың барлық санаттарында қамтитын төтенше жағдайларға әрекет ету жоспары әзірленген. Келесі слайдта қоршаған ортаға әсерді бағалау. Атмосфера. Апаттар немесе ақаулар болған жағдайда ауа сапасының уақытша жергілікті нашарлауы мүмкін. Жоспарлары пайдалану кезінде шығындылар бақылауға алынады. Техниканың техникалық қызмет көрсету және сүзгілеу жүйелері қолданылады. Топырақ. Нормаға сәйкес емес жағдайларда ластануы болуы мүмкін, бірақ ластанған топырақтың жинауы және шығару шаралары қарастырылған. Сонымен қатар ластанған алаңдарды рекультивациялау және изоляциялау көзделген. Жер асты және беткі сулары, ластану қаупі, гидроизоляция, жабдыққа бақылау жүргізу және мониторингтің арқасында минималды. Апаттар болған жағдайда жергілікті бұзылулар орын алу мүмкін, бірақ олардың қалпына келтіру шаралары аясында жою жоспарланған. Биоәртүрлілік, биоразнообразие. Жобамен флора мен фаунаға қорғау шаралары қарастырылған. Заң бұзушылықтар болған жағдайда жергілікті өзгерістер орын алу мүмкін, бірақ мекен ету ортасын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Келесі слайдта қолданыстағы және жоспарланған өндірістен және басқа да нысандардан жинақталған әсерлердің ықтимал елеулері әсерлерінің сипаттамасы. Бұл жоба бойынша кен орнын игеру кезінде уақытша ғимараттар мен құрылыс нысандарға салу көзделмеген. Жұмысқа тартылған персонал мен барлық жүк автомобиль көлігімен жеткізіледі. Қолданыстағы объектілерді қайта пайдалану жүргізілмейді. Жоспарланған қызметтің әсер ету аумағы. Жоспарланған қызмет келесі территорияларға әсер етпейді және жанама әсерін тигізбейді. Су қорғау аймақтары, қорық аумақтары қосалғанда, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, олардың қорғау аймақтары, сауықтыру, рекреациялық және тарихи мәдени мақсаттағы жерлер,
сирек және жойылып кету қаупі бар жануарлар мен өсімдіктердің табиғи ареалдары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесімен байланысты экологиялық желі элементтерін орналастыру учаскелері, тарихи ластанулар анықталған аумақтар, акваториялар, халық мекендейтін аймақтар және қала маңындағы аймақтар, экологиялық жағдай төтенше немесе экологиялық апат аймақтары. Жоспарланған қызметтің шеңберінде келесі әрекеттер орын алынмайды. Орман ресурстарын пайдалану, орманға жатпайтын өсімдіктерді пайдалану, арнайы су ресурстарын пайдалану, жануарлар дүниесін пайдалану, қалпына келмейтін немесе тапшылығы бар табиғи ресурстарды пайдалану, соның ішінде осы аймақ үшін тапшылық туғызатын ресурстарды пайдалану. Осы жобаны жүзеге асыру барысында басқа жерлерді қолдану қарастырылмаған. Бұл жануарлардың тіршілік ортасының қысқаруына және олардың азықтық базасының табиғи түрде төмендеуіне әкелмейді. Жоспарланған қызмет жер сілкіністері, топырақтың шөгуі, көшкіндер, эрозиялар, су тасқындары, сондай-ақ экстремалды және қолайсыз климаттық жағдайлар, мысалы температуралық конвенциялар, тұмандар, күшті желдер әсерінен экологиялық проблемалар туғызбайды. Келесі слайдта авариялық жағдайлардың ықтималдығын бағалау. Авариялық жағдайлардың әрбір нақты объектідегі пайда болу ықтималдығын көптеген факторларға байланысты, олар тау геологиялық, климаттық, техникалық және басқа да ерекшеліктермен анықталады. Авариялық жағдайлардың пайда болу ықтималдығының сандық бағасы тек объектіні пайдалану ерекшелігін ескеретін толыққанды репрезентативті статистикалық ақпараттық деректер базасы болған жағдайда ғана мүмкін болады. Дегенмен пайдалы қазбалар, кен орнын барлау және пайдалану тәжірибесі көрсеткендей, авариялық жағдайлардың жиілігі жалпы заңдылықтарға бағынады. Олардың жүзеге асыру ықтималдығы бұрын болған оқиғалармен аналогия бойынша сараптамалық бағалар жүйесінде көрсетілуі мүмкін. Кен орындарын және инфрақұрылым объекттерін пайдалану кезінде авариялық жағдайлардың ықтималдығын талдау келесі бағалау жүйесімен қабылданған. Дерлік мүмкін емес авариялар, сирек авариялар, ықтимал авариялар, мүмкін болатын ақаулар, жиі ақаулар. Бұл кезде технологиялық тізбектің экологиялық тұрғыдан ең қауіпті буындары ескеріледі. Мұнай өндіру алаңындағы авариялық жағдайлар мұнай газ өндіру ұңғымаларын пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін және мұнай өнімдері мен газдарының төгілуі мен шығуына байланысты болады. Келесі слайдта көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру тоқтату жағдайында қоршаған ортаны қалпына келтіру шаралары көрсетілген. Қоршаған ортаға жұмыс істегенде әсерін азайту үшін кешенді шаралар қарастырылған. Олар Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативті актілеріне, компанияның ішкі құжаттары мен стандарттарына сәйкес экологиялық талаптарды сақтау қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 238 бабына және 2 тармағына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар, сондай-ақ құрылыс және басқа жұмыстар жүргізетін басқа тұлғалар жерді бұзу кезінде мыналарды орындауға міндетті. Бірінші, қолданылатын жерді олардың мақсаты бойынша пайдалануға жарамды күйде ұстау, жерді бұзу жұмыстарын бастамас бұрын топырақтың құнарлы қабатын алып, оны сақтап, кейіннен қалпына келтіру үшін пайдалану. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу. Келесі слайдта қоршаған ортаны қалпына келтіру шаралары, 22 слайд. Жобаны іске асыру барысында табиғи ортаға келтірілген залал болған жағдайда ортаны бастапқы қалпына келтіру бағытталған кешенді қалпына келтіру шаралары көзделген. Жерді қалпына келтіру, құнарлы топырақ қабатын алу, сақтау және қайта қайтару. Учаскелерді жоспарлау және техникалық тегістеу, биологиялық қалпына келтіру, жергілікті өсімдіктерді егу, экожүйе құрылымын қалпына келтіру, су ресурстарын қалпына келтіру, су өткізгіш қабаттар аймағындағы ластанған топырақты жою, суды сүзу және табиғи қалпына келтіру әдістері арқылы тазарту, қосымша бақылау нүктелерін орнату және зертханалық мониторинг жүргізу. Өсімдіктер мен тіршілік ортасын қалпына келтіру, жергілікті жағдайдағы бейімделген өсімдіктерді қалпына келтіру, фаунаның қайта оралуы мен сақталуына жағдай жасау, қажет болған жағдайда жасанды көгалдандыру және эрозияның алдын алу шаралары. Қалдықтарды басқару және кейінгі жою шаралары. Барлық қалдықтарды лицензияланған ұйымдар арқылы кәдеге жарату. Қалдық жиынтықтарын азайту және қайталама өңдеу мүмкіндіктерін пайдалану. Объектілерді кейінгі жою. Іске асырылатын табиғатты қорғау апаттарын алдын алу және қалпына келтіру шараларын ескере отырып, жобалық қызмет қоршаған ортада бақыланбайтын және қайтымсыз өзгерістердің туындауына қаупін
төндірмейді. Мүмкін болатын тәуекелдер төмен басқарылатын және бекітілген рәсімдер аясында жойыла алады. Келесі слайдта қоршаған ортаға әсерді бағалау ауқымының қорытындысы бойынша талаптарды сақтау. Жобаны әзірлеу барысында қоршаған ортаға әсерді бағалау шеңберін анықтау нәтижелер бойынша берілген қорытындыда көрсетілген барлық талаптар мен ұсыныстар толық көлемде ескерілді. Құжаттама келесі бөлімдерді қамтиды, ол көрсетілген. Мүмкін болатын әсерлер туралы есепті зерттеу әдістемесі мен құжаттар дайындау кезінде қолданылатын экологиялық ақпарат көздері туралы мәліметтер берілген. Мүмкін болатын әсерлер туралы есепке сәйкес әсерлерді мониторлау шаралары бойынша ұсыныстар қарастырылған. Жоба Қазақстан Республикасының экологиялық саясаты мен тұрақты табиғат пайдалану талаптарына сәйкес келеді. Құрылымдылық және ұйымдастырылық шешімдерді келесі шараларды қамтамасыз етеді. Жұмыстардың қауіпсіздігі, персоналдың денсаулығын қорғау, экологиялық тұрақтылықты сақтау. Қосымша апаттық жағдайларға жедел әрекет ету шараларын қарастырылған. Бұл жобаны экологиялық қауіпсіздік қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сұрақ бар ма? Хат шығым, менде бір сұрақ бар еді, кешірерім өтінем. Бірге қалайсыздар? Мен жаңағы шаруалар болып, сен кешіп қалып отырмын, ауыл әкімі Сабыржан. Мына жерде неден экология департаменті кім қатысып отыр? Сабина ма? Сабина ма? Сабина. Сабина, тыңдап тұрсыз ба, саламатсыз ба? Сабина бар ма? Сабина. Қалдарыңыз қалай? Табиғи Мен өткенде осы не келетін кезде қоғамдық тыңдау бас директордың өзі қатысуын өтінемін деп хат жазған болатын. Оған жауап берген жоқ неліктен? айталық жібересіз ғой, түсінбедім. Бұл кісілер енді келісім алу үшін бізге хат жазды ғой. Портал арқылы письмо запрос, иә. Иә, бізде осындай уақытта барамыз деп. Мен сол кезде жазған болатынмын енді. Бас директордың өзі қатысуын өтінеміз деп. Бұл жерде екі рет жаздым я. Ешқандай жауап та ештеңе. Сіздің араңыздағы мәселеге қатыса алмаймыз. Жақсы, иә. Бұл жалпы Нұреке өзіңіз қойып отырған. Бас директор. Басшысының орынбасары. Бас директор қазір неде Алматыда. Олар енді маған иә Алматыда бас кеңсе бар ғой Алматыда. Былай ғой енді. Айына бір аптаға сол жаққа барып жұмыс жасайды. Мен сіздердің жұмыстарыңызға неміз жоқ, жақсы. Бірақ енді письмо жазылғаннан кейін я Алматыда орны осындай кісі барады деп жазылу керек еді. Соны жаздым. Письмо енді бір ай бұрын жазылды да, ол деген. Мен де сол ойды жаздым. Бүгін кетіп қалатынын біз білген жоқпыз ғой. Кеше 3-ші күні кетіп қалды ол кісі. Енді орнына адам жіберу керек қой. Орнына келіп отырып қойды представитель біз деген. Мекеменің представителі. Жақсы, иә. Протоколға енгізіп дальше жеткіземіз. Жақсы, иә, жеткізесіздер. Сосын былай ғой, енді қазір біздер енді заң жүзінде мына тақырыптан ауып қия алмаймыз, бірақ ауылдың өтініші, менде өтінішім, бізде ауылдық жұмыссыздық мәселесі. Бізге қазір ескертпеге кіргізіңіз. Бір айдың көлемінде ескертпе, мүдде жұртшылықтың ескертпеге айту хақысы бар. Бас директордың бір айдың ішінде халықтың кездесуін бізге жұмыссыздық мәселесіменен келіп өзің мердігер мекемелері бар, тағысын табыс. Көп бәрін ал демейміз, ең болмаса 2-3 адаммен қамтыса да кішкене өзі. Және сол ескертпеге кіргізіп, егер ол ескертпе орындалмаған жағдайда біз шағымданамыз. сотқа шағымданамыз. Ескертпе сол бір айдың ішінде орындалу керек болса халықтың кездесуі. 27-дің ішінде. Сол хаттаманы қазір отырып, сол хаттаманы бір дана. Ана кісі тіркелсін. Төраға енді 2 жұмыс күнінің ішінде хаттама қол қою хақысы бар. Бүгінгі күн есептелмейді, ертең бірінші күн, екінші күн. Сонда айтып. Бізге Өздерің қараңыз, ол проект бойынша ғой сіздің. Жоқ, біз проектіңізге кірмейміз, ескертпеге жазып алыңызшы.
Протоколға енгізуді осы. Протоколдың ескертпесі бар ғой қайдан? барлық сұраққа жазылады. Ескертпеге жазыңыз. Және Сосын мына бейне жазба жүргізіліп отыр да, мына кісінің доклад жасағаны, сіздің сұрақ қойған, менің жауап берген бәрі жазылып тұр да, ол порталға енгізіледі, ол дәл осы видео тұрады. мен сізге заңсыздық айтып тұрған жоқпын. Мен де дополнительно сізге қосып айтып отқаным ғой, қосымша ретінде мына видео жазбада бар, ертең болатын болған жағдайда. Соны мен айтайын деген ескертпеге жазып, бізге басшы керек, жұмыссыздық мәселесі. Жалпы болды ғой да. Менде сұрақ, жалпы ұңғыма салынады деп әр жылға бөліп қойған ғой 10-нан деп. Сол салынатын кезде бір жұмысшы да алынбай ма? Сіздерде қосымша жұмысшы алына ма, жоқ алынбай ма? Жұмысшы алынбайды, себебі бұл жерде объект салынып отқан жоқ, ұңғы ғой. Ол бұрынғы жасап жүрген балдар бар да, соларға несін бөліп береді. Подрядчик алды ғой, подрядчик. Жоқ, строительство сұрап отқан жоқ, именно после строительства ненің кезінде. Добычыға адам алған деп тұр ғой. Добычының өзінің адамдары бар ғой қазір қарап жүрген. Каждыйның өзінің шопыры бар, каждый ұңғының операторы бар. Мысалы 10 ұңғы салдық па, сол ана жерде жүрген 3 оператор бар, 3-3-тен өзінің территориясына қарай бөліп береді. Ол таңертең кешке дейін ол ұңғының басында тұрмайды олар. Таңертең бір барып кетеді, түстен кейін бір барады, кешке ночтағы бала тағы бір барады, таңға жақын бір барады. Күніне 2 рет барады сонда. Машинамен барады, жаяу жүрмейді. Сосын егер де ол ұңғыға бірдеме болған жағдайда неде, олар тек кранын жауады, ол басқа дым істемейді ол оператор. Кресті шақырады, крес оңдап береді. Болмаса задвижка бірден ауыстыру керек болса, базадан слесарьлерді шақырады, олар өздері келіп ауыстырып береді. Тек олар бақылаушылар ғой, операторлар келіп параметрін алады. Тағы сұрақ бар ма? Жаңа ауланы ластамау, жолдарға су шашу дейді. Сол жөнінде айтып өтіңізші. Қаншалықты ішінде қанша шақырым жол бар, қанша шақырым су себіледі, енді ол қағаз жүзінде ме, или фото, видео отчеттарыңыз бар ма біздерге? Ана көрсеткен ғой, жолдарды шаң көтерілмеу жөнінде. Құрылыс жүріп жатқан кезде, құрылыс салып жатқан нысанда пылеподавление, жолға су шашу деген бар. Оны мердігер мекеменің өзі жасайды. Мысалы қазір Қай мекеме мердігер? Мысалы қазір именно он скважинды айтатын болсақ, ұңғы жасап жатқан кезде оңтүстік мұнайгаз деген мекеме бар. Сол оңтүстік мұнайгаз деген мекеме ұңғыны не қылады, бізге қасып береді. Солар өздері сол айналасын жұмыс жасап жатқан жерін пылеподавление жасайды, шаңды басу үшін. Водовоздармен су шашады. Ол қанша, мысалы, мысалы, новый, жаңа скважин бір точка, мына трассадан бастап түшкенде новый точкалер белгіленеді, соның арақашықтығын түгел қамти ма? Бізде трасса жоқ қой. Бізде внутренний промысловый жолдар, ішкі жолдардан Бусақтан бастап сол неге дейін, площадкаға дейін, қазылатын площадкаға дейін. Өздерінің жүретін жолы бар ғой, Бақтыбай қалашығынан бастап анаған дейін барады, сол айналыммен сосын площадканың өзін қазылып жатқан. Сол жерде сумен шаңын басып тұрады, күнделікті ма, или қалай? Ол сөзге мен келіспейді, себебі мен деген. Сол ойымды мұнайға мен 3 жыл ТУБОсын алдым, ешқандай ондай қызмет көрсетілмейді, себебі мен өз жерде жасағаннан кейін субподрядчик болып жасадым, субподрядчик болғанда субтың су болып. Сондай сіздерде көрсетілмейтін қызметтердің бар екенін мысалы мен білем. Сондықтан сол жөнінде біздер жалпы әкіммен келісіп па, комиссияма, или сіздердің енді фото, отчет жаңағыдай қағаз жүзінде шығар, бірақ мен өзім жасаған жылдар, енді ол зат ары қарай жалғасады деп есептеймін, себілмеу жөнінде да, себебі ол мердігер мекеме, сіздер сол мекеменің бағытына қарай сөйлегеннен кейін мен факт бойынша болашақта қалай барып, егер фиксация жасаған болсаңыз, сол кезде неге айтпайсыз? Бізде қалада отыр, бізге де дәл сурет, сізге келетін сурет, маған да келеді, мен қараймын, бүгін жасалды дейді. Дәл сондай ғой, егер де дәл сол моментінде фиксация жасап... Жоқ, қазір де шашылмайды, болашақта да шашылмайды. Неге шашылмайды?
шашылып шашылса ол сіздер видео отчет фото отчет біздерге бере аласыздар ма шашылып жатырған Оны фото отчет, видео отчетін мен юристтен сұраймын, потому что мен мекеменің юристі бар. Ол қаншалықты заңды екенін білмеймін, жаңағы іштегі информацияны сыртта қоғамдық белсенділерге беру деген. енді сіздер енді қоғамда ана Ол слайдта көрсетіп тұрған жұмыстың жобасын айтты, ол жұмыс жасалған уақытта осындай жобалар жасалынады. енді сен енді биыл 10 күні қазатын болсаң соны ана мысалы ОМГ-нің мекемесі деген сол сіздің объектінің қасында қарама қарсы тұр ғой, содан бастап ана жерге дейін су шашу деген ол қарайған 3 километр жетіп алыс емес. Жоқ, 10 точкаға шашасыздар ғой. 10 точканың бәріне бір мезгілде шашпайды ғой. Каждый 10 точкаға қазғаннан кейін бір ай қазады, бір ай бойы сол бір ана жерде екі ортада жүреді. Сосын келесіне көшіп жатқан кезде сол жолдарын пылеподавление жасайды. Сосын күндіз шаң көтермеу үшін енді сіздер айтасыздар экологияны біз осындай стандарттарға Қазақстан Республикасы стандарттарына сай жұмыс жасап жатырмыз. Мен сай емес жұмыс жасап жатыр деп мен уәжімді сіз тіркесеңіз сосын енді дальнейшее қалай жасайсыз? Енді айтып тұрмын ғой, ондай жағдай сіздің мысалы қараңыз, ауылдың тұрғындары да бізде жасайды да, солар іште жүр, солар видео түсіріп маған өзіме жеке жіберетін болса мен қадағалаймын. Ол түсіріп сіздің мекемеде жүргеннен кейін ол не үшін мына жерге келіп отыр? Адам жинау үшін, халық жинау үшін сендер өздерің әкеліп. Мен айтып тұрмын ғой, енді ауыл тұрғыны ретінде просто жіберсе алмай. Жоқ, кім бұл жерде бар ғой, айтыспайық. Сіздер нақты біз мына халыққа айтып отырсыздар ғой, сіздер біздер эколог. Сіздің айтып тұрғаныңыз өте дұрыс. Жоқ, мен сізге бастамастан айтайын да. Бір жоба бойынша мен сіз бөлмеңіз. Мен Нұржігітпен сөйлесіп жатқан кезде айтайын мен. Мына халық тыңдап келгеннен кейін сіз мынандай стандарттарға сай, заңға сәйкес біз ана жерде жаңағы шаңды көтерілмеу соны бағытын ұстап тұрмын деп жатсыздар ғой. Енді сол мен мысалы маған или халықтың біреуіне екеуіне емес бүткіл халыққа известный болу үшін сіздер ертең сол 10 скважинды каждый скважина қазған уақытта біз мынандай шаңатқан жоқпыз деп айта алатындай бір дәлелді келтіре аласыңдар ма ертең? Мен айтып тұрмын ғой, протоколға енгізейік. Мен барғасын юристтен сұрайын дедім, қаншалықты заңды бізде іштегі информацияны сыртқа шығаруға. Сіз акимат емес сұрап тұрған, сен қоғам белсендісің, ауыл тұрғынысың да. Енді сол әңгіме мәселе сондай ғой. Онда сіз мана таңертең келіп алып акиматқа барып жалғыз өзің мына мені слайдтарыңды акиматтың ішіне қойып қойып әкіммен стратегический объект. Әкіммен мұнда слайдты отырғызып сол жерден өткізіп кеткендер сендер халық шақырыпсыз ғой, біз халыққа түсіп жатыр жаңа сіздің айтып отырғаныңызды. Заңда солай болған. Заңда солай болса енді просто заңда именно халық тұрғынына видео жібер деген жоқ. Сол мен соны айтып тұрмын, юристпен ақылдасам, бастығым жібер десе мен саған жіберемін. Күнде таңертең жетіде жіберсең жетіде жіберемін. Просто оны ақылдасам деп айтып тұрмын, сендер тыңдаңызшы до конца. Егер заңдылықты бере бер, мен басшым айтса орында тұрған ештеңе жоқ, жібере бер десе, ертең сені жұмыстан шығарып жібермеймін. Комиссияға видео, фото жіберемін деп жұмыстан шығып кетсем, мен бала-шағам болмайды. Ана сен айтасың, ана бала дейсің да, ана бала мысалы. Жоқ, түсірсін, егер факт сондай тіркелген болса. Оны біреу айтып қоятын болса, іштегі сен айтып отырсың, сен информацияны шығарсаң бәлеге қаламын. Күні кеше келіп сұрады ғой менен, әне сіздің ауылдың тұрғыны вакуум салып бер деп, мен оны жұмыстан шығарып жүрген жоқпын ғой. Вакуум басқа да ана. Неге ол да сұрады ғой, сол мұқтажын айтты ғой, сол ауылдың жанын айтты. Ол вакуумды әкеліп мына жақта көмек сұрады. Ал ана жердегі әйтіп сол ауылдың проблемасы ғой, шаң деген ауылға келеді деген мақсатта айтады. Мекеменің ішкі системасы ол жаңа іштеген жаңа сіз мен шығара алмаймын, мен заңгерлермен келісіп сосын барып шығарамын деп тұрсыз ғой. Ол заңгерсіз ешкімсіз ауылға маған салып жіберетін болса, бір күні мысалы мен алаңда сізге көрсетсем, я ана интернетке, яғни әлеуметтік желіге жарияласам, кім екенін тауып алады, ананы жұмыстан шығарып жібереді. И ол рұқсатсыз сіздерден алғаннан кейін сен кім шатастырма, сен жаңа жұмысты жасаңызшы, жаңа жұмысты. Бізге осы бір жылдың ішінде қанша су төгілетінін бізге халыққа мен сұрағым сол жаңағы протоколға енгізейік. Сол заң болса юристке барғасын жеткіземін, бастықпен отырып талқылаймыз. Видео болмаса видео болмаса басқа фактілермен осы бір жылдың ішінде 10 точкаге ол да опять же видео болмаса жаңағындай да өтірік бұрынғы сурет жібердің деген әңгіме болады. Ол да сондай зат та. Уақыттар бар ғой оның. Ақшам былай да ол онымен шешілмейді ол. Сен сұрағанды мысалға ол мен бадоға жіберемін, шашамды жібере қоямын бұл. Қазір сен сұрап отқан зат бар ғой, бір водовозды 5 рет түсіремін да, 5 күн бойы жіберіп отырамын да, мен алдайын десем оны да істеймін да. Ондай зат емес, біз өзіміз үшін, потому что ол жерде балдардың өздері жүр, шаңды өздері айтады, шаңып кетті деп. Протоколға не қызып, енді соның бір шешілу жолын бізге не қыласыңдар? Қараша протоколға енгіземіз, сосын қаланы. Келесі. Есімім Ерлан, осы ауылдың тұрғыны.
департаментте қыздың аты кім еді? Салима ма еді? Сабина естіп тұрсыз ба? мектептің қасына келерсіз ауылға. Сабина. Саламатсыз ба, Сабина? Осы Союз ауылының тұрғынымын. Аты жөнім Ерлан Балиғат Георгиевич, қоғамдық мүшесінің төрағасы. Бұл жиналыс не мақсатта жүргізіліп жатыр? Ауыл тұрғындарын әлі құлақтанбаған, естілмеген әлеуметтік желіге салынбаған. Мына жерде қарап отырсақ, Кеңсарының мекеменің адамдары. Мына тізімде де Кеңсарының мекеменің адамдары, мына жерде мына қарындас осы мәдениет үйіндегі жұмыскерлерге жалынып жиналысқа қатысып деп жүр. Бұл жиналысында кімге? Кеңсарға ма, үйдік? Ауыл тұрғындарына ма? Кімнің мүддесін жүргізіп отыр? Табиғи ресурстар басқармасынан Базарбай Сабина Саламатқызы болады есімім. Бұл қоғамдық тыңдау экологиялық кодекстің 96 бабына сәйкес өткізіліп жатыр. Өйткені экологиялық сараптама кезінде әрбір мекеме қоғамдық тыңдауды өткізіп, халық алдында жаңағы жобасын таныстырып өтуі тиіс. Бұл 1,5 ай болу керек жарияланғанына. Заңға сәйкес ол деген газетте және теледидарда немесе радиода, сосын жаңағы сіздің әкімшіліктеріңізде досқа объявлениеде орналастырылады. Негізі жергілікті әкімшілік халықты құлақтандыру керек бұл қоғамдық тыңдау туралы. Сізде қазір әкім отыр ғой, әкімнен сұрасаңызшы, неге хабарламадыңыз деп. Салима ханым, негізі осы жиналыс 1 ай жарым бұрын жариялады дейсің де, 1 ай бұрын жарияланып тұр. Бірақ әкімі айтып кетті, директор жоқ дейді. Әуелде хаттама шыққан, директор қатысын деп. Солай директор ауылдың тұрғаны медицинбей тұр ма? Қалай сен түсінбей тұр? Ол сұраққа мен сізге жауап бере алмаймын, мен ол Кеңсарының мекемесінің директорының атынан мен сізге жауап бере алмаймын. Сонда мына жиналысты кім үшін өткізді деймін да? Клиент келіп отырған Кеңсарының адамы. Ауыл тұрғындары ғой, Кеңсарының адамы. Ауыл тұрғындары? Кеңсарында 128 адам бәрін әкеліп қойған, ол деген автоудың именно ауыл тұрғындары өздерінің мұқтаждарын айтсын деп алып келдік қой. Енді кім бар ауылда ешкім жайланған жоқ қой, әлеуметтік желіге шыққан жоқ. Енді телевизордан, теледидардан. Ауылдың бүкіл группасына барам, шыққан жоқ қой. Газеттерге де Газетке шықты, экономикаға бәріне шықты. Жоқ, сіздер акиматқа шықтыңдар ғой хаттан жиналысқа. Әлеуметтік желіге салып неге талап еттіңіз? Әлеуметтік желіде жоқ біз сізге көрсеткен. Қандай әлеуметтік желіде? УПРП сөйлеп жатыр, естіп отырсыз ба? УПРП сөйлеп жатыр, жауап беріп жатыр сізге. Айта беріңіз. Мына жерде сіздің наразылығыңыз әкімшілік тарапына болу керек, жергілікті әкіміңізге. Өйткені жаңа өзінің аузынан шықты ғой, жаңа бізге хат жолдады 1 ай бұрын деп. Сіз неге құлақтандырмаған халықты ол кісі? Бұл кісілер заңға сәйкес барлық талаптарды орындап тұр. Біз әкімді 1 ай бұрын ескерттік қой. Егер заңға сәйкес бұл талаптарды орындамаса, бұл мекеме қазір қоғамдық тыңдау сізде болмайды деп мына жерде. Біздің естігеніміз, біз қоғамдық мүшесіне осы келіп жігіт қоғамдық мүшесіндегі төрағасы. Бізге тек айтты, бір жиналыс өзіміз жиналысқа сатты, ауыл мәселесін көтеріп, акиметқа жиналыс алады, сол кезде айтты. Енді ол әкімнің құзырында ғой, бізге не қылдыңыз, біз айтуын айттық қой 1 ай жарым бұрын. Қай жерде бар екен заңда әкімшілік хабарлап жария салады. Сабина. Енді сіз неге жария салмайсыз? Сізге хат жіберіп тұр ғой, енді сіз құлақтандырмайсыз ба халықтың Хаттарыңызға келісім беруіңізді сұраймын деген хат жазып тұр Кеңсары, болды. Демек, маған халыққа хабарлап бер деген жоқ. Халықты шақырмайсыз ба ол жиналысқа, қоғамдық тыңдауға? Мен шақыруға міндетті емес, шақыруға міндетті Кеңсары халық жинау керек. Объявление акиматтың алдына. Жарына іліп кетесіздер. Егер Вообще негізі ол жерде облыс әкімінің аппаратының басшысының тапсырмасы бар. Жергілікті әкімшілік құлақтандыру керек деген. Сізді естіп отқан көрсетіңіздер деген хат жазылды ма не? Жазылған жоқ. Банкоматтың сыртына келіп кетесіңдер. Жоқ, не бар ғой, сурет бар бізде ілінген, алған. Қай жерге нақтылап маған беріңдер деп хат жазылды. Тағы бір сұрақ қояйын. Сабина ханым, ондай қойын. Тағы бір сұрақ сізге. Сіздер үлкен Кеңсары тобы мекемесіздер де, ауылдың новойдан салынған, жаңадан салынған мәдениет үйімен ешқандай договорға отырмағансыз, осында жиналыс өткізуге де. Бұл кісілерге басшысы адамгершілікпен өткізіп отыр. Бірақ біздің отырған жеріміз қазақ тілімен жалпақ тілмен айтқанда мәдениет үйінің коридорында, холлында отырмыз міне. Залы 200-300 адамды, 400 адамдық залда есіктері жабық. Сонда ол былай айтқанда Кеңсары Союздың халқы менсінбеушілік деп мен түсініп отырмын да.
Қайталап айтам, Кеңсары мекемесінің атынан мен сізге жауап бере алмаймын. Жоқ, Ол енді кісі сізге енді ана жерде сізге рұқсат беріп тұр ғой, мәдениет үйі коридорда тұрсын, коридорда өткізуге рұқсат беріп тұр ғой енді. жоқ, рұқсат беріп тұр. Мен жаңа оның бәрін сұрастырдым. Сіздер осы әуелде осы жылына келіп болсын, айына келіп болсын жиналыс жасау үшін мәдениет үйімен доғарға отыру керек дейсіңдер. Сол кезде ол сіздерге залды береді. Бұрыс бұл жерде басшысы адамгершілікпен бере отыр. Олай заңда берілмейді екен. Оны жаңа Кеңсары мекемесінің өкіліне айтасыз. Біздің табиғи ресурстар басқармасы тарапынан сіздің жаңа мәдениет үйімен ешқандай келісімшарт жасалу деген ол жерде жоқ. Енді кім, Сабина ханым, сіз департамент болды, ештеңе жауап беріп, бәрін тек өкіліне совет болса, оны не үшін зұлма қосып отырсыз? Қайталап айтам, экология департаменті ол басқа өкіл. Қазір мына жерде қатысып отыр. Жаукеева Айсәуле. Мен табиғи ресурстар басқармасының өкілімін. Ерлан, департаменттің міндеті осыны тек өткізу, заңдылығына сәйкес тақырыптан тыс өткізіп беру. Основной сіздің қойып отқан сұрағыңыз міне өкілдерге не? Ол Сабинаның ешқандай қатысы жоқ. Жақсы, түсіндік. Ол тек письменный түрде береді, ол Сабина өзінің заңды жұмысын орындап отыр. Біз проект жасайтын мекемеге тапсырамыз. Қоғамдық тыңдау өткізу солардың міндеті. Бірақ именно коридорда өткіз, залда өткіз деген ойда әңгіме жоқ. Біз осы мәдениет үйінің директорының айтуы бойынша осы өткізіп отқан коридорда отырған үшін де ақша төлейміз. Договор жоқ, бірдеме деп айтпаңдар. Бізге договор отыр десе отырады мына кісілер. Осы арендаға төлеп отқан мәдениет үйінің директорының өзіне ақшасын аударамыз. Білмеймін, ол қаяққа кетіп жатыр, қалай аудар деген жеріне аударып береді. Сол кісі шот береді. Каждый өткізген сайын ол кісі маған өткенде келген кезде отчетын берді, 15 мың теңге ма сондай арендасы. Мен төлемеймін, оны проект мекемесі төлейді, сол себептен білмеймін ештеңе екен. Бірақ келген сайын көрсетіп отыр. Мен өткендегі ақшаға мына гүлді алдым, өткенде мен мәдениет үйімен таныстырып шықты. Шешсеңіз төленетін болса, енді келесіде ана залда өтетін болады. Енді солай ғой. Өткенде келгенде де менде де мен екінші рет келуім осы жерге. Өткенде келген кезде де айттым, тым жақсы залдарың бар ма, неге отырмаймыз деген. Пока осы жерде. Сен 15 мың төлеп соған қазір. 15 минут жиналысқа да, 15 мың теңге төлесіз. Ақша төлегенде сіз залды неге талап етпедіңіз? Берген Біз оны білмедік, қай жерде болатынын айтты, мәдениет үйі болады деп. Береміз орын береді. Мен айттым ғой, мен өткенде сұрадым. Тым жақсы мәдениет үйлеріңіз бар екен, нән залдарыңыз бар екен, неге сол жақта отырмасқа дегенде әлі дұрыс не қылған жоқ, артынан болашақта отырамыз деді. Пока осы жер болады деді. Хорошо дедік, отырдық. Бірақ айналдырып бәрін көрсетіп таныстырып шықты директор. Мынандай не бар, ана нән экран бар екен ана жерде, новыйдан салынған. Енді біз мәдениет үйінде өтіп жатыр деп қазір хаттама толтырамыз, енді видеомызды қара қай жерде отырғанбыз. Ол енді бізге емес сұрақ, енді ауылдың ішінде шешілетін сұрақ ол осы жерде. Сен енді сол жауап алып отырғанбыз, саған дейін де біз мана таңертең келіп қозғап кеттік осыны да, неге біз ана жерге отырмаймыз деп та. Сол кезде ол ана жақта жиналыс болды. Мен сол күні өткенде келгенде 3 сәуір күні келдім осы жерге. Осы сәуірде екінші рет келдім, Боранқұлдан келдім. Боранқұлда LED экран салып қойыпты да, соны суретке түсіріп алып көрсеттім, мынандай Боранқұлда мынандай бар, неужели сендер ала алмайсыңдар деп та. Сосын жайлап таныстырған кезде ананың ішінде экран бар екен, дәл сондай нән экран тұр екен, Боранқұлдағандай. Соны айттым да, осы жерде отыруға болмас па екен деп. Пока новый енді әлі столдарын орнатылмаған жоқ, арттары бекітілген жоқ. Оған дейін де қоғамдық тыңдау бір рет өтті да, сол себептен біз мана сұрақ қойдық қой. Енді оны мен жауап бере алмаймын. Мәдениет директоры бар, әкіміміз бар, солармен шешесіздер. Бізге берілген орын төле деген ақшасын төлейміз, оны басқасын білмеймін мен. Мен бір сұрағым бар еді. Осы не мақсатта жүріп жатыр? Мақсат не? Осы сіздер бірдеме оқып кеттіңдер, оны ешкім түсінген жоқ. Сыпытып оқыту, ол ешкім талдап отыра алмайды. Алдағы мақсат не айтшы осы? Несін айтайыншы сізге? Арыстан кен орнының Кеңсары мекемесі алдағы 3 жылдағы қазба жобалау жұмыстарының жоспары ғой. Жылына 10 скважиннан қазамыз деген. Сосын сол 10 скважиннан шығатын мына қыздардың жаңа таныстырғаны ауаға қандай әсері бар, топыраққа, жерге, суға қандай әсерлері бар, соның бәрін таныстырды. Түсіндім, жақсы. Енді ол жоба біздің техпроект деп айтылады да. Ол жобаны қолға алғаннан кейін ертең сол 10 скважинды
қазатын кезде, площадкасын салатын кезде дәл осылай қайтып келеміз, соны қайттан айтамыз. Тек сол жұмыстарды халықты түсіндіру. Тек бұл мақсат түсіндіру. Мақсат түсіндіру. Сосын экологиялық заңда сондай да жақын жерде орналасқан немен қоғамдық тыңдау өткізу. Егер сіздің біздің жасап жатқан жұмысқа осы халық ауыл тұрғындарының назары болса, именно осы жоба бойынша, жаңа суды айтып отыр, ол дұрыс мәселе, жоба бойынша дегенде біз оны ескеріп, соны қосу. Егер де жобада жаңа су қосылмаған болса, біз қосуымыз керек еді. Жобада су қарастырылған, просто енді мәселесі орындала ма, орындалмай ма, сол мәселе болып тұр да. Енді сол сияқты сұрақтарыңыз болса, мысалы, омға қазып отқанда 3100 метрге қазғанда ол тағы мал суаратын суымды ластайды, бірдеме деген сұрақтарың болса, оны қосуға болатын. Түсіндім. Енді бар ғой, бұл жерде оны қарапайым халық қазір жиын талдап отырмын еді. Мына жерде жергілікті жерде жұмыс күшін тарту дейтін бар екен жаңағы. Бір арасында оқып қалдым, соны тауып алсам. Ол не мақсатта айтылған? Қай неде жаңағы кім қайда? Қарындасыз ба, апайсыз ба, айтып отырмыз ғой. Қай неде? Қай бетте, қай неде? Соны айтып отырмыз ғой. Түртіп қоймадың ба жаңағы? Мен соны түртіп отыр. Жоқ, бұл жерде мәселе былай да, жергілікті тұрғынды жұмысқа алмаймыз деген мәселе жоқ. Біз жаңа мана Бақытжан екеуміз сыртта сөйлескенде де айттым. Біз районный неге жаңағы қалай айтады? Антал орталық. Соған жібереміз. Запрос бізде мынандай вакансиялар бар деп. Мен жібермеймін, оны отдел кадр жібереді. Отдел кадр тек сізге емес, бәріне жібереді. Облыста не бар, соның бәріне лақтырып жібереді. Сосын хит-хантер деген не бар? Жұмыссыздықтар не қылатында, сояқтан іздеу салады, Кеңсары мекемесі мынандай адамдарды іздеп жатыр. Бір сұрақта, сен аудан шетпеге жібереміз дейсіз да? Енді дәл осы жиналысты сол шетпе бар жасай қоймаңыз ба? Мен ойым. Ол деген заңда солай жазылған, шетпеде аудан орталығында деген жоқ, жақын орналасқан елді мекенде деп тұр. Жақын орналасқан елді мекенге сен жұмыстан сол артында өйтіп жазылмағанда жақын орналасқан елді мекенде өткізесің, плюс адам аласың деп жазылмағанда ол жерде. Жоқ, адам аласың деген жоқ, тағы адам аласың деген жатыр. Сен заңдарға түсінбей тұрмын да. Әкімнен мысалы жұмыстан адам керек деп бере алмайсың да. Через ауданға жібересіңдер. Ауданнан келеді дейсіңдер. Заң солай дейсіңдер да. Ал мына жаққа келіп жақын жер союзге дейсіңдер. Заңда да прям ауданға жібер, ауданнан ал деген жоқ. Қазақстан азаматын түгел мен Шымкенттен алам ба, жаңағы Сарыағаштан алам ба, или Ақтөбеден, Қазақстанда ондай заң жоқ. Именно тұрған жеріңде соның адамын 100% алу керек дейді. Просто керек мамандығын іздейсің, аласың. Солай алып тұрған жоқпын. Просто ұсыныс барып жібермейміз. Жоқ, ұсынысқа протоколға енгіземіз ғой, қайта айтып жатырмын ғой, протоколға енгіземіз. Сосын оны жіберемін. Манағы жолдарында не қылдым? Мынаны өздері алып келді ғой жазып. Проектировщиктер алып келді. Проект дайындап жатыр. Ертең осының бәрі біткесін, ертең бізге тапсыртайды осыны жұмыс жасау. Мына жерде жазып қойсыңдар. Жергілікті жұмыс күшін тарту деген түсіндірді. Жергілікті жұмыс күшін тарту. Жергілікті жұмыс күшін өзің айтып тұрсың ғой, жергілікті. Ол Союз деп тұрған жоқ қой, жергілікті. Жоқ, жергілікті дейтін бөлек болады. Ол Қазақстан деген бөлек болады. Жергілікті деген бар ғой, ол бар ғой, мына сенің проекттің ішіндегі, мына проектті қай жерде, Кеңсарының іші ме? Район ғой енді, район. Жоқ, енді жергілікті ме, ең жақын жері біз ғой. Жоқ, тұрсыншы ғой, мен жұмыстың вопросын шеше алмаймын, бәрі қанша рет айтып отырмын, мен шеше алмаймын. Ескертуге жазыңыз. Давай протокол жазыңыз. Ол протоколға жазып отырсыңдар ғой. Боран қолда жазып отыр. Сіз де жазып, мен жауап бере алмаймын. Жазым деп отырмын. Болды. Жауап бермесе не істейді? Бұның жергілікті деген Қазақстан бойынша да шешіп тұрсыз ғой. Жергілікті район ғой? Район. Енді қазір районның ішінде қараңыздар, неше аудан бар, неше ауыл бар. Енді бұл жерге өткізіп тұрсыз тыңдауды. Значит, осы ара жергілікті сіздің Кеңсары Союздің жергілікті жеріне қарайды. Жақын маңда орналасқан елді мекен. Заңда жазылған ең жақын орналасқан елді мекенде. Нұреке, осындай сұрақ болмау үшін мен генералдың өзі қатыссын деп хат жаздым ғой, енді келмейсіздер да. Мен енді генеральный директорге жауап бере алмаймын. Мына кісілер де сен үшін жауап бере алмайды. Әкім қайда деп сұраған кезде білмеймін дейді. Сол сияқты ғой, ол Алматыға кетіп қалды. Ең болмаса шешім қабылдайтын менің позициям белгілі ғой письмода. Шешім қабылдай алатын басшы келу керек деген позицияда отырып. Ол кісіден басқа ешкім шешім қабылдай алмайды. Мен сендерге айтайын, генеральный директор, ана айтып отырған Ғаббаста зам генеральный директорда адам алу туралы ешкім шешім қабылдай алмайды. Бізде белгіленген бір штат бар, сол штат бойынша жұмыс жасалынып жатыр. Охрана түрде оны тексерді.
енді шыққан адамның орнына пенсия бірдемені енді мен түсінемін алу керек деген. Бірақ ол жаңағы айтқан шетпеге сұраныс жібереді, шетпеден кім келеді? Оның несі резюмесі келіп тұрса, сәйкес келсе алады сол. Жоқ, біз мына ауданға шетпемен шешесін осы ауданға кетіп жатқан жұмыс орындары, біздің атымыздан кетіп қалып жатқан жұмыс орындарын аудан алып кетіп жатқандықтан сол процесті, сол жүйені бұзып, біз осы ауылдың адамдарын жұмысқа алдыру жөнінде міне пікір талас болып жатыр. Міне мысалы тіке айтайыншы, меморандум жасайды. Сіздің ауылдың әкімі не отыр да? Шетпенің әкімі. Сосын Кеңсарының басшысын шақырып. Ауданның әкімінің кірістерін біздерге келіп қойдыңыз. Маңғыстау ауданының әкімінің кірістерін. Тыңдаңызшы енді мен сізге айтайын. Сол үшеуі жиналып меморандум қол қойсын. Бірінші Союзге сұраныс жіберсін. Конечно. Сондайға әкімдерің істеп берсе, бізге айтып тұрмын ғой, бәрібір разница жоқ ол. Сізге жібереміз ба, ана Шетпеге жібереміз ба, облысқа жібереміз ба. Бір сұраныс қой, бір бет қағаз ол. Енді сіз нұреке шаруаны нүкел көбейтіп жатсыз да, ана кісі келсін, мына кісі. Өзін шешіп аламыз, иә. Бірінші біздің ескертпей кіргізіңізші, егер орындалмаса біз сотқа жүгінуге 20 қоғамдық тыңдау қағидаларының 27-інің 3-і ғой. Бар құқығымыз. Орындалмаған жағдай. Осы хаттаманың күшін жояды ғой. Сондықтан сіз басшыңызға тоғай сәлем айтыңыз. Осындай үлкен егер де жобаға қатысты зат болса. Жоқ, мен сол үшін ескертпеге кіргіз деп отырмын. Протоколға жазыла береді, қазір анаяқтан үй салып бер деп жазасыңдар, тағы басқа бәрі жазылады. Егер тікелей жобаға қатысты болатын болса, ол сот қабылдайды. Жобаға енді мына жұмыс қабылдау деген жобаға қатысты ғой. Жоқ, сіздер мына айтып отырсыз. Мына жоба бойынша, дәл осы жоба бойынша, дәл осы жоба бойынша вообще адам алып Нұржан, мен түсінген бар, сіз ештеңе жауап бермейсіз. Мына жиналыс, мен көз қарасыменен, мен түсінігіменен қағаз оқау деп жағын жиналыс. Ол қағаз оқау емес, сендер проект бойынша сұрақ қойшы, мен жауап берейін. Проект қойды, мына жобада жергілікті мүмкіндік болған жағдайда тарту дейді. Біз ол жергілікті еңбек ресурстары тартылады деп күтілуде деген жоқ. Тартылуде деген, возможно деген сөз ғой. Мүмкіндік деген жоқ қой, жергілікті деп тұрсың ғой. Жоқ, енді біз ауадан шығарып отқан жоқпыз. Енді сізге айтты ғой, пенсияға шыққан адамдардың орны алынады. Мүмкіншілік деген сол мүмкін болған жағдайда деп тұр ғой. Жоқ, я болмаса мынаны енгізбей келмеулеріңіз керек еді ішіне. Біз сосын мынада жоқ деп отырмыз. Хорошо, проектировщиктерге айтамыз, келесіде енгізбей вообще адам алады деген сөз жазбаң дейміз. Жазбаң дейміз. Просто бұл проект бойынша сендер тыңдап тұрған жоқсыңдар, тек адамды кіргізу сендердің мақсаттарың қазір да. Міне тыңдаңызшы, мен жауап берейін. Мына проект деген просто біздегі бар ұңғыларға проект 3 жылға созып жатыр. Алдағы уақытта тағы 10-30 скважин қазамыз деген 3 жыл бойы. Бірақ оны біз каждый айттым ғой, ертең 25-те келеміз, 26-та, 27-те, міне 10 скважинда қазып жатырық деп келеміз. Жоқ, тыңдашы енді. Оны түсіндік, оны сіз 30 қазасын бізге оның не пайдасы бар? Енді соған ол деген штат өспейді ғой енді 30 қазайын, 40 қазайын. 20 қазыңыз бізге қандай халыққа пайдасы бар, қатысы бар? Қаза беріңіз, айтпай қойыңыз, ол не керек ол? Налог төленеді ғой. Бір адам жұмысқа ала алмасақ, мына жерде адамдар жұмысы сенделіп жүрсе, бізге не қажеті бар оның? Мына жерде адамдар жұмысы бар, бірақ ауыл үшін келіп тұр. Жеріңді пайдаланады. Жерді пайдаланып отырсыңдар, жақсы. Енді келіп тыңдауды айтып отырсың, оны айтып айтпай енгізе қойықшы, ол деген каждый осындай неден дәл осы әңгімені 2 жыл келесіңдер ме, қай уақытта келесіңдер? осындай проект болған кезде мен ойымдайтып жіберейінші, бұл жерде бар ғой былай да, сіздерді халықтың бәрі құлақтарында біледі біздің жер қазғатқанымызды деген мақсатта болып жатқан жиналсын. Ешкім білмейді оны. Халық біледі, халыққа хабар. 30 қазбадық, 40 қазбадық. Главный біліп отыр. Мұны айдай бер оған, 100 қазбадық. Бір адам жұмысқа кірмесе, бір келгенде бір адамды алмасаңдар. Каждый ай сайын келеміз, ай сайын адам алмаймыз. Ай сайын 2 айда бір адам. 2 айда қалай аламыз? Штат деген жоқ. Айтып келатырмын да, Нұржігіт, ренжімеңіздер, иә. Сіздердің инвестиция салу, тағысын тағы бізге жақсы, налог төлейсіңдер, елге жақсы. Бірақ мен келген сайын айтып келе жатырмын. Подрядчик деген жетеді. Неше подрядчик бар мысалы? Құрғанда 10 бар ғой. Ең болмаса временный бір 5 ай. Бір уақыттан кейін бармай қалдың, артынан пикап жібердік қой ең соңында. Жоқ, баяғы зат 23 жыл ұзатпайды. Подрядчик, міне подрядчикте жасайды. 23 жыл ұзатпайды. Былтыр ол 53-міз, былтыр келген кезде дәл осындай подрядчикке кім жасайды? Ол көтерсін мен былай қылайық.
Ол бәрі жетісарын сұрап тұрсыңдар ғой сендер. Былай жиналысқа келгенде подрядчик беш, сосын жігіттерге айдап жүргелік. трансферге любой водительді алғызам қазір. Трансфер айтты, подрядчигіміз ғой енді біздің. Сенің трансфердің іші бар ғой, іші ана біздің тауық кетектен сәл кішкене лекесі сияқты. Ол негізі енді біздің подрядчик ол енді сен условия жоқ қой, сен ана Кеңсарының жататын жері мен нені трансфер енді әкімнің қарап подрядчик дейді. енді подрядчик десе условия жоқ дейсіңдер. Неше подрядчик бар енді? Постоянно жасайтын трансфер пожарниктер бар, постоянно жасайтын. Ойымды 6 ай жасайды. Мына жұмыстар жасайтын объемщик жаңа оңтүстіктің оңтүстік ойымыз 6 ай жасайды. 6 айға былай ғой, назаттың бейті бар, арты бар ғой. Көрінетін жағы бар, көрінбейтін жағы бар. Жұмыс жасау система бәрімізге белгілі ғой. Попросить подрядчик келіп тұрса. Мен жақсы кіргіземін деп тұрмын ғой. 10 адамды міне алшыпен жауып тастама, ешкім келіспейді ғой. Условия жоқ деп қашып кетіп тұр ғой балалар. Сен ана подрядчик трансфер бар ғой. Беретін 250 мыңға жетпес ақша. Ал сендер ана жақта Кеңсарда 450 мың ақша аласың. Оның ішінде Ақтөбеден келіп жасайды. Неден Уралдан жасайды. Жоқ, енді тыңда сен басында қойса сен баяғыдан бері танысып кеттің. Мен баяғыдан айтып кеттім. Кеңсар мекемесі бізді жұмысқа алу керек. 450 мың, 400 мың айлығы да ана қасында подрядчик мекемеге трансфер бар ғой. Трансферге алғанда ақша беріп қойған мусор машиналары жүрмейтін. Сосын келеді де айтады, сенің машинаң жүрмейтін. Сен 2 күн, 3 күн жаңа неде жаттың. Жаңа неде? Ремонтта жаттың. Саған ақшаң келеді. 250 мың теңге береді. Ішің барып қараңдар, сендер білмейсіңдер ішін не болып жатқанын. Түсініп жатыр оның ойыңды жақсы. Мен ойымның ішіне тамақ ішіп жатып жүрмін. Ойыңды жақсы. Трансферің отын болады. Или трансферді шығарып жіберіңдер. Бір жекеменшік адам Ондай вопросты мен шеше алмаймын. Сен айтасыңдар. Давайте мен протоколға кіргізейік. Я вам ертең бастыққа кірейін айтамын. Бұл ашуланып тұрық қой. Бәрімізде. Мен шынымды айтайын, мен де ашуланып. Кеңсар мекемесіне бар ғой, жылына бар ғой, бір адам алса, тыңдашы, бір адам алса да, соңғысы 5 жыл бұрын кіріпті. Бірдеңе қылып кіргенше әйтеуір трансплантация. 5 жыл тыңда. Осы күн емес. Жоқ, француз совет жүрсе жақында көріп қойды. Адам алсын деп. Сонда бір хат жазып, не алсыңдар? Жоқ, былай. Біз директордың келген талабы түсіндім. Біз былай сіздің қандай өкілеттеріңіз бар сол неде? Біз мына қоғамдық таңдауды өткізуге келдік. Жұмысқа алу, анау біз сіздердің уәждеріңді протоколға саламыз официально. Ана видеоға түсіріп, видеоны көрсетеміз. Онда ол бүйтіп сіздер ештеңе шеше алмайсыңдар мен шынымен. Жоқ, сендер экология жағынан кеттіңіз ғой. Жоқ, біздер бұл жерде айтып бармын, мынау халық деген бар ғой, экология жағын бар ғой, біз өткізе алмаймыз. Сендер келің, сосын халықтың мұң-мұқтажын шешін, сосын экология жағынан халық тыңдап өткізгісі келіп тұр. Протокол жазамыз. Сол кезде бар сендердің мекемелердің басшылары жұмыста, сендерде кінә жоқ. Ана видеодан жазамын. Сол видеоны кесіп тастайсыздар, пайдам бар. Видео дәл солай салынды. Қай жерден қарайды, қарасыншы адамдар. Жоқ, сіздер енді қатысып отырсыңдар, бұрын түртіп жазсыз, түртіп отырмадыңыздар ма? Ана протокол ана жерде соның видео арқылы. ал ол бізге жібересіңдер ме дейсің? Иә, ютубқа саламыз, ютубтан қарайсыз. Протокол, видео бәрі порталға салынады. Сіздер ғой, мына жерге келеді, показуға келіп, халықты сайысқа Письмені бермей ме мына жерде? Жоқ, былай заңдылықта жігіттер, мен өз жерде айтайын. Мен қорғалған жоқ. Заңында мына қоғамдық тыңдау қалай болмасы өтеді? Өтеді. Қол қойылады. 2 жұмыс күннің ішінде қол қойылады. Қол қойылмаса әкімшілікте мына кісілер келсе бізді арыз жазады. Қалай болмағанда қойды. Мен жаңа айтып тұрғаным сол, ескертпе деген жерге біздің өтінішімізді жазу керексіздер. Не айтылды? Жұмыссыздық, басшының келу бәрі жазылсын. Соны және ішіне уақыт қойып жазу керек та, мысалға, мынандай бір айдың ішінде басшыларыңыз келіп, біздің или өкілдеріңіз, подрядчиктерін ертіп келіп, кішкене бізге жұмыссыздық мәселесін шешейік. Соны айтамыз. Соны кіргізіңіз. Егер біз кіргізбеген жағдайда біз ары қарай ауыл болып шағымданамыз деген сияқты ғой. Иә, бұл қалай болмағанда кіргіземіз, басқа сұрақ бар ма? Жұмыссыздықтан басқа бар ма? Оны протоколға енгізіп. басқа бізге не сұрақ керек? Біз банкоманы түсінбейміз, суқты түсінбейміз, мұнайды түсінбейміз бұл. Бұл жерде халыққа басып, бір адам жұмысқа кірсе, сол мәзір болады. Кейбіреуінің қашымы сұрақ бар ма деймін, жоқ дейсіздер, жұмыссыздық Қабылданды ма, қабылданған жоқ па? айтқан сұрақ Қабылданды ма, қабылданған жоқ па?
қоғамдық тыңдау. жаңа жігіттер былай сіздер айтқан сұрақ мен өз құзырымдағы вопросымды шешіп бердім. Ана кісі вакуум сұрады, айына бір рет шешіп бердім. Шешіп бердім, значит, протокол жабылды ғой уже. Жабылды ма? Намысқа тимеңдер. Мен жұмысқа аламын деп айтып, міне мына кісі айтып тұр. Сабина. Сабина. Ага, сау болыңыздар. Сау болыңыз.